25 түрлі төрт аяқты дейді. Яғни біз нарыға жазып қойдым. Төрт аяқты ол көк болсын, оның ішінде 25 жануар болу керек. 20 түрлі суда жүзетін, міне қызылмен суда жүзетін 20 түрлі болу керек. 17 түрлі жыртқыш шаң бар. Сары мен жыртқыш шаңдардың ішінде тек қана сары мен біргенің ішінде жыртқыш шаңдар ғана болуға болады. Төрт аяқты да жүзіп білетіндер де 5 дейді. Міне төрт аяқты міне жүзетіндер. Екеуінің ортасы мына жер. Ол төрт аяқты да жүзіп білетіндерге де саналады. Мына жерде барлығы. Олар 5 болу керек. Осы аралықта төрт аяқты жыртқыштар 10. Міне төрт аяқтылар, міне жыртқыштар. Көк пен сарының қиылысқан жерінде 10 жануар болу керек. Және суда жүзетін жыртқыштар 7. Суда жүзетін жыртқыштар нешесі? Мынау суда жүзетін жануарлар, мынау жыртқыштар, яғни қызыл мен сарының қиылысқан жерінде 7 жануар болу керек. Егер зообақта бір мезгілде төрт аяқтыда жүзетін де жыртқыштар түрі мүлде жоқ дейді. Төрт аяқтыда жүзетін де жыртқышта болатындар жоқ. Үшеуінің қиылысқан жерінде 0 болса, барлығы қанша түрлі жануар бар? Эйлер мен чемберлер тақырыбы міндеттерді қараңыздар. Сізге оңай болады. Мына жерде төрт аяқтыда жүзіп білетіндер де 5 қой. Яғни төрт аяқты міне мына көк, жүзіп білетіндер қызыл, сол көк пен қызылған қиылысқан жері 5 болса, нара 0 болса, нара 5 болады. Мұқият болыңыз, егер нарда 1 болғанда, онда нара 4 болады. Себебі 4 пен 1-ді нарда барлығы 5 болу керек еді, ары қарай. Төрт аяқты жыртқыштар. Міне төрт аяқтылар, міне жыртқыштар, көк пен сарының қиылысқан жері оларда 10 болу керек. 0 болса нара 10 жазам. Егер 1 болса 9 жазатым, себебі қосындысында 10 болу керек. Және суда жүзетін жыртқыштар 7. Суда жүзетін қызыл, жыртқыштар сары 7 болу керек мына жерде. Сұрақ барлығы қанша түрлі жануар дейді. Барлығын табу үшін төрт аяқтылар 25 қой. 25-те мына төрт аяқтың құрамында нешеуін көріп тұрсыз? 10, 5, 15-ін көріп тұрса, 25-тен 15-тен нара 10 қалды. Міне, сөз төрт аяқтың ішінде 25. Дәл солай қойып шығыңыз. Осы барлығын қосындысын есептей саласыз. Келесі сеп 234. Екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы бірінші жылдамдығы 36 км сағат, екінші жылдамдығы 54 км сағат жылдамдықпен жүріп келеді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы келсе, екеуінің жылдамдығы қосылады. Келе жатырғаннан мына 36 жүреді сағатына. Мына 1 сағатта 54 жүреді. Сол кезде екеуі 1 сағатына 36 қосып 54 90 км жол жүреді. Яғни олардың бір-біріне жақындау жылдамдығы 90 км сағатына. Жақындау жылдамдығы. Онда бірінші пойыздағы жолаушы екінші пойыздың 12 секунд уақытта зарға өткенін көрді, екінші пойыздың ұзындығын табыңыз дейді. Енді қараңыз, ұзындық табу үшін, жол табу үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз, Бірақ біз мына 90 км сағатты 12 секундқа көбейте аламыз. Себебі мына өлшем бірлігі км сағат, мына өлшем бірлігі секунд. Бізде барлық жолдар метрмен белгіленген. Демек біз 90 км сағатты метр секундқа айналдырамыз. 90 көбейту километр сағат деген сөз. Километрді метрге айналдыру үшін 1000 метр жазамын. 1000 метр. Сағатты секундқа айналдыру үшін сағатты минутқа 60 минут, 60-қа 3600 секунд жазамын. Міне мына жылдамдық шықты. Осыны көбейтем 12 секундқа. Көбейтпестен бұрын сіз бірінші қысқартып ойнайсыз. 12 секундпен ана 2 нөлмен 2 нөл yapсаңыз да 12 секундпен 36 секунд қысқартыңыз. 3 қалады. 3 пен 90-ды қысқартыңыз. 30-ды мына 10-ға көбейтіңіз. 300 метр болады екен. 235-ші сеп. 235-ші септе бізде 8 бұрыштың әр төбесіне NIS және 5 символдардың бір жазылған. Егер әр кесіннің қарама-қарсы бетіндегі екі символ қайталанбайтын болса, 5 сан неше рет кездеседі деді. Әр кесіннің екі жақ шеті қайталанбайды. N-ның қарама-қарсы жерінде N тұра алмайды, оң жағында N тұра алмайды, сол жағында N тұра алмайды, жоғарысында N тұра алмайды. Дәл сол сияқты мына I-дың қарама-қарсы нарда I тұра алмайды, мына жерге қарсы I тұра алмайды. Нарда N-ді тұра алмайды, нарда S-ді тұра алмайды. Демек, нарда 5 деген символ тұру керек. 5 деген символ тұру керек. Басқа түспейміз дайын. 5 деген символ тұру керек. Неге? Себебі N тұра алмайды, S тұра алмайды, I тұра алмайды. Онда біреу тұру керек. Мына төртеудің біреу тұру керек. Онда 5 тұрады. Жақсы. Онда 5-ке қарама-қарсы бізде 5 тұра алмайды бұл жерде. Уже қарама-қарсы. Мына жерде S тұра алмайды себебі қарама-қарсы бірдей қайталанбайды. I тұра алмайды, N тұра алмайды. Демек, мұнда да 5 тұру керек. Мұнда да 5 тұру керек. Енді мына жерде бізде 5 бола алмайды. Мына жерде 5 бола алмайды. Мына жерде 5 бола алмайды. Себебі қарама-қарсы тұр 5-ке. Мына жерге I бола алмайды, N бола алмайды, S бола алмайды. Демек, мына 5 тұру керек. Мына жерде N бола алмайды, I бола алмайды және S бола алмайды. Демек, мына жерде 5 болу керек. Бірақ 5 нәрді бола алмайды. Себебі 5-ке қарама-қарсы болып кетеді. Сол кезде неше штук 5 жазылды. 5 саны неше рет кездеседі? 4 рет. 236-шы септе әрбір әріптерді цифрларға ауыстырыңыз. Математикада 10 ғана цифр бар. 10 цифр яғни 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ғана цифрлар бар. Мұндағы бірдей әріптер бірдей цифрларға,
бөлек әріпті бөлек цифрларға тең. Бөлшектің ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз дейді. Ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз. Арада неше әріп бар екенін санайық. Бірде әріптерді бір-ақ рет санайық. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ені санадым 7. Т саналды, Ә саналды, Р саналды, Б саналды, И 8. Арада 8 әріп бар. Ең үлкен мүмкін мәнін табу үшін 0 қолданылмайды. Демек, мен 0 деген цифрды қолданбаймын. Қалған 9 цифрды, 8 әріп болса, 8 цифр қолданады, 1 цифр қолданбайды. Бірақ ең үлкен мәндігі бар. Ол үшін ең бірінші қысқартудан бастайсыз. Мысалы, Т мен жоғарыдағы Т, төмендегі Ә мен жоғарыдағы Ә, Р мен Р, Б мен Б және Е мен Е кеткен жағдайда сізде қалды И қысқа, Е және К қалды. Астында И қалды. Осы бөлшектің мәні ең үлкен болу үшін И-дің орнына 1 қою керек. Неге? Себебі мәні үлкен болу үшін үстінде үлкен сандар, астында кішкентай сандар керек. Үстінде 3 үлкен цифрды қоя салыңыз, көбейтіңіз, бөліңіз, 1-ге жауап шығады.